Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Сіздермен бірге математика пән мұғалімі Арыстанова Жанар Серікқызы. Бүгін біз сіздермен бірге көбейту кестесін үйренетін боламыз. Ең алдымен біз көбейтуді орындамас бұрын көбейту кестесін жатқа білуіміз қажет. Ол үшін көбейту кестесін еске бір түсіріп шығыңыздар. Бір таңбалы сандарды бір-біріне көбейтуді біз білеміз. Сол себепті екі немесе одан да көп таңбалы сандарды бір-біріне көбейту үшін ең алдымен біз мынандай ережелерді білу қажетпіз. Қараймыз. Мысалы бізге 21-ді 5-ке көбейту керек. Бізде 21 екі таңбалы сан екенін білеміз. 5 бізде бір таңбалы сан. Сандарды бірінші соңғы цифрларынан бастап көбейтеміз. 5-ті 1-ге көбейтсек 5. 5/2 2 бізде басқа көбейтетін сан болмағандықтан оның өзін жазады екенбіз. Дәл осыған ұқсас тағы бір есеп жазайын. 43 көбейтілген 6. Яғни екі таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтеміз. Ең алдымен 6-ны бірлікке көбейтеміз. 6-ны 3-ке көбейтсек бізде 18. 18-дің соңғы цифрын бірінші жазып аламыз да, яғни бір ойда ұстап тұрамыз. 6-ны 4-ке көбейтеміз, 24. Сол ойда ұстаған санымызды оған қосамыз, яғни 25. Басқа көбейтетін сан болмағандықтан сол санды жазамыз. Яғни бізде жауап 258 екен. Келесі бізде екі таңбалы санды екі таңбалы санға көбейтіп көрейік. Соңғы цифрлардан бастап көбейтеміз. 6-ны көбейтеміз 8-ге. 48 екен білеміз. Соңғы цифры 8, 4 ойда. 6-ны 10-ға көбейтеміз. 6-ны 3-ке көбейтсек 18, ойдағы 4-ті қосатын болсақ 22. Басқа көбейтетін сан жоқ болғандықтан 22-ның өзін жазып аламыз. Ал енді келесі екінші санымыздың 10-дық цифрын барлық соңынан бастап көбейтіп шығады екенбіз. 1-ді 8-ге көбейтеміз. 8, 1-ді 3-ке көбейтеміз. 3. Ал енді сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Неге мен мына жерге жазбадым? Яғни көбейтудің ережесі бойынша, егер біз бірлікке көбейтетін болса, онда бізде бір қатар сан шығады. Неше таңбалы санға көбейтсек те, ал егер біз 10-ға көбейтетін болсақ, әр қатарға түскен сайын бізде бір орынға жылжытып отырады екенбіз. Жазған кезде мынау орын бос тұрады. Ал 8-дің өзі түседі. Қосамыз мына жердегі санды. 2-ге 8-ді қоссақ 10, ойдағы 1, 3-ке 2-ні қосамыз 5, ойдағы 6. Бізде жауап 608 болады екен. Келесі осыған ұқсаған тағы бір есеп алып көрейік. 45-ті көбейтеміз 17-ге. Шет жердегі 5-ім 35, 5-і түсіп 3 ойда. Жет жердегі 4-ім 28, ойдағы мен 31. Әрі қарай біз білеміз, екінші таңбалы санды, екінші 10-дықты көбейтер кезде біз бір орынды тастап кетеміз. 1-ге 5-ті көбейтеміз. 5, 1-ге 4-ті көбейтеміз. 4. Енді осы шыққан сандарды қосамыз. 5-тің өзі түседі. 1-ге 5-ті қоссақ 6, 3-ге 4-ті қоссақ 7. Яғни бізде жауап 765 болады екен. Келесі 3 таңбалы санды бір таңбалы санға көбейтіп көрейік. Ол үшін соңғы цифрдан бастаймыз. 4-ті 5-ке көбейтеміз. 20, 0 түсіп 2 ойда. Есімізге сақтап отырамыз. 4-ті 2-ке көбейтеміз. Келесі санға 8, ойдағы 2 мен 10. Тағы 1 0 түсіп, енді бізде 1 ойдағы. 4-ті 1-ге көбейтеміз. 4, ойдағы мен бізде 5 болады екен. Сонда жауап бізде 500. Дәл осыған ұқсаған есеп 367-ні көбейтейік 9-ға. Соңғы жағынан бастаймыз. 9-ды 7-ге көбейтеміз. 63, 3-і түсіп 6 ойда. 9-ды 6-ға көбейтеміз. 54, ойдағы 6-ны қосамыз. 60, 0-і түсіп қайтадан 6 ойда. Енді 9-ды 3-ке көбейтеміз. 27, ойдағы 6-ны қосамыз. Бізде 33.
Яғни бізде сонда жауап 3303. Келесі 3 таңба алсам мен 2 таңба алсам да көбейтейік. Соңғы бірлік цифрларынан бастаймыз. 3-ті 6-ға көбейтсек 18, 8 өтсіп, 1 ойда. Есте сақтаймыз. 3-ті 1-ге көбейтсек 3, ойдағы мен 4. 3-ті 3-ге көбейтеміз 9. Әр қарай 1 орын қалдырып кетеміз. 2-ке 6-ны көбейтеміз 12, 2 түсіп, 1 ойда. 2-ке 1-ді көбейтеміз 2, ойдағы мен 3. Ойдағымыз кетті. 2-ке 3-ті көбейтеміз 6. Осы шыққан сандардың қосындысын табамыз. 8-дің өзі түседі. 4-ке 2-ні қосамын 6. 9-ға 3-ті қосамын 12. 2-сі түсіп, 1 ойда. 6. Қосатын сан жоқ, ойдағы мен 7. Бізде жауап 7268 шығады екен. Келесі тағы бір санаға 462-ні көбейтейік 33-ке. Жаңа айтқанымыздай, біз соңғы цифрларынан бастаймыз. 3-ке 6-ны көбейтсек, жаңа айтқанымыздай, біз соңғы цифрларынан бастаймыз. 3-ке 2-ні көбейтсек 6, 3-жердегі 6-ым 18, 8 түсіп, 1 ойда. 3-жердегі 4-ім 12, ойдағы мен 13. Келесі екінші санды көбейтерден бұрын бір орын қалдырып кететінімізді есте сақтаймыз. 3-ке 2-ні көбейтеміз 6, 3-ке 6-ны көбейтеміз 18, 8 түсіп, тағы 1 ойда. 3-жердегі 4, 12, ойдағы мен бізде 13. Және де байқасаңыздар, егер біз бірдей сандарға көбейтетін болсақ, яғни бізде тура сол сан қайталанып шығады екен. Яғни бұл жердегі шығатын қорытынды, егер де бірдей таңбалы сандарға көбейтетін болсаңыз, сол таңбалы сандарды нешеу болса, сонша деп астына тізбектеп жазсаңыз болады. Яғни шыққан санды қосамыз 6, 8-ге 6-ны қосамыз 14, 4-ті түсіп, 1 ойда. 8-ге 3-ті қосамыз 11, ойдағы мен 12, яғни тағы 1 ойда бар. 3-ке 1-ді қосамыз 4, ойдағы мен 5. Сосын 1-дің өзі түседі. Бізде жауап 15246 екен. Яғни балалар көріп тұрсаңыздар, бұл жерде бірнеше таңбалы сандарды бір-біріне көбейтуді үйрендік. Ал енді келесі бізде үлкен таңбалы сандарды бір-біріне көбейтіп көрейік. Әрине балалар, ең басында көбейту сіздерге қиын болып көрінері анық. Бірақ, егер де сіздер осы ережені пайдаланып, көбейту кестесін жатқа білетін болсаңыздар, сіздерге көп таңбалы сандар болсын, көбейту қиындыққа соқпайды. Сол себепті қазір біз көп таңбалы сандарды бір-біріне көбейтіп көрейік, және де қосымша сіздерге тапсырма қалдырып кетемін, өздеріңіз орындап тексеріңіздер. Балалар, енді сіздермен бірге біз көп таңбалы сандарды бір-біріне көбейтіп көрейік. Мысал жазайық. 7248-ді көбейтейік 2456-ға. Яғни біз 4 таңбалы сандарды 4 таңбалы санға көбейтіп көрейік. Біз үйренгеніміздей 4 таңбалы сандардың бірлігінен бастап, яғни соңғы цифрдан бастап бір-біріне көбейтеміз. 6-ны бірінші барлық санға көбейтіп шығамыз. 6-ны 8-ге көбейтсек 48, 8 түсіп, 4 ойда. 6-ны 4-ге көбейтеміз 24, ойдағы 4 пен 28, ойда 2 қалды. 6-ға 2-ні көбейтемін 12, ойдағы 2 мен 14, 4 түсіп, ойда 1 қалды. 6-ға 7-ні көбейтемін 42, басқа көбейтетін сан болғандықтан өзін жазамын. Бізде 6-ға бір қатар сан шықты. Келесі 5-ті барлық санға көбейтіп шығамын. Бір орын қалатын білеміз. 5-ті 8-ге көбейтсек 40, 0 түсіп, 4 ойда. 5-ті 4-ге көбейтемін 20, ойдағы мен 24, 4 кетіп, 2 ойда. 5-ті көбейтемін 2-ге
10, ойдағымен 12, ойда 1 қалды. 5-ті көбейтемін 7-ге, 35, ойдағымен 36. Басқа сан жоқ болғандықтан мен өзін жазамын. Әрі қарай келесі цифрдың астынан тағы бір орын қалдырамын. Яғни сонда бізде 2 орын қалды. 4-ті барлық санға көбейтіп шығамын. 4-ті 8-ге көбейтемін. 32, 2-сі түсіп, 3 ойда. 4-ті 4-ге көбейтемін. 16, ойдағымен 19, 9-ы түсіп, 1 ойда. 4-ті көбейтемін 2-ге. 8, ойдағымен 9, 4-ті көбейтемін 7-ге. 28, өзі жазылады. Әрі қарай 4-ші сан, яғни байқап тұрғаныңызда, енді бізде 3 орынды қалдырамыз. 2-ні көбейтеміз 8-ге, 16, 6 түсіп, 1 ойда. 2-ні көбейтемін 4-ге, 8, ойдағымен 9. 2-ні көбейтемін 2-ге, 4, 2-ні көбейтемін 7-ге, 14. Мінекей, балалар, бізде осындай 4 таңбалы сандардан 4 қатар сандар шықты. Енді біз осы сандардың қосындысын табады екенбіз. 8-ге қосатын сан жоқ, 8-дің өзі жазылады. 8-ге қосамыз 0-ді, 8. 4-ге қосамыз 4-ді, 8. 2-ні қосамыз 10. Яғни 10-ның 0-і түсіп, 1 ойда. Келесі, 2-ге 2-ні қосамыз 4, 4-ге 9-ды қосамыз 13, 13-ге 6-ны қосамыз 19, 19-ға 1 ойдағын қосамыз 20, 0-і түсіп, 2 ойда. Келесі 4-ге 6-ны қосамыз 10, 10-ға 9-ды қосамыз 19, 19-ға 9-ды қосамыз 28, 28-ге 2 ойдағын қосамыз 30. Яғни бізде ойда 3 қалды. 3-ке қосамыз 8-ді, 11, 11-ге 4-ді қосамыз 15, ойдағымен 18, 8-і түсіп, бізде 1 ойда. 2-ге 4-ді қосамыз 6, ойдағымен 7, 1-дің өзі түседі. Яғни қарасаңыздар бізде 17.800.888 деген сан шықты. Яғни балалар көбейтуді орындаған кездегі ең бірінші білу керегіміз көбейту кестесін, яғни бір таңбалы сандарды бір таңбалы сандарға көбейткен кезде неше шығатынын жатқа білу. Енді балалар, алдағы уақытта біз математика сабағын тереңірек түсінетін боламыз. Яғни математика сабағын бастамас бұрын мен сіздерге көбейту кестесін ұсынғанды жөн көрдім. Егер де қазір сіздерге қалдырып кеткен тапсырманың жауабын білсеңіз, комментарийға жазып кетіңіз. Және де парақшама тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Сіздерге бірінші тапсырма, екінші тапсырма. Өздеріңіз шығарып көріңіздер. Яғни балалар, сіздерге бірнеше таңбалы сандарды бір-біріне көбейтуге байланысты тапсырманы беріп отырмын. Тапсырманы жазып алып, өздеріңіз орындап көріңіздер. Бүгінгі сабағым сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Және балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар.